Құрметті әлеуметтік желі көрермендері, біздің жас оқырмандарымыз, сіздердің назарларыңызға аудандық балалар кітапханасы халықаралық құстар күніне орай «Құстар қанатты достарымыз» атты онлайн танымдық сағатын ұсынады. Табиғаттың құс-қиқыдан оянуын танытатын көктем хабаршысы құстар. Құстар табиғат өмір көркі, сонымен қатар пайдасы да зор. Жер шарында 100 миллиардтай құс мекендейді. Көктем келді, сұлу қыздай жаз келді, күміс қанат үйрек келді, қаз келді, май шуағы, жан шуағы бір шуақ, жырла ақын, жырлар шаттық аз беді. Біздің елімізде көктем шығысымен қайнаған еңбек басталады. Ол еңбектің нәтижелі болуына құстар көмегін тигізеді. Олар зиянды жәндіктерді, кенелерді құртып, егін мен орманды қорғайды. Құстар табиғат көркі, тіршіліктің сәні. Халық шебер әншісін бұлбұлға, ардақты азаматын сұңқарға, хас сұлуын аққуға, ез жігітін жапалаққа теңеген. Ертеде байлар мен патшалар, хандар бұлбұлды бағында сайратып, тотыны үйінде ұстаған, аққуды көлінде жүздіртіп, сұңқарды қолына қондырған. Құс барлық пен байлықтың, әсемдік пен сұлулықтың белгісі болған. Назарларыңызға «Қанаттылар әлемі» атты кітап көрмесін ұсынамыз. Қазақстандағы жануарлар әлемі. Қазақстандағы ландшафт зоналарында мекендейтін айрықша түрлерімен таныстыратын ерекше басылым. Бұл басылымға Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген 300-ден астам жануарлар, біздің елімізде мекендейтін құстың 500-ге жуық түрлері бар екен, оқып біле аласыздар. Мир животных, жануарлар әлемі. Бұл энциклопедиямен танысу барысында оқырман жануарлар, құстар туралы бұрын біле бермейтінде құнды да қызықты мағлұматтармен танысып, білім деңгейін кеңейте алады. Наши любимые питомцы, біздің сүйікті үй жануарымыз. Балаларға арналған энциклопедия. Құстар, тағы да басқа да жануарларды үй жағдайында ұстау ережелері туралы және оларға қалай күтім жасау ерекшеліктері туралы осы кітаптан біле аласыздар. Құстар. Кітап бірнеше тараудан тұрады. Құстардың дене құрылысынан бастап таралу және өмір сүруіне дейінгі құстарға сипаттама беріледі. Менің алғашқы энциклопедиям. 9 бөлімнен тұратын бұл энциклопедияда жазылған ақпараттар кіші жастағы балалардың білуге деген қызығушылығын арттырып, танымдық көкжиегін кеңейтуге көмегін тигізеді. Балалар, бұл кітаптардан сіздер кез келген сұрақтарыңызға жауап таба аласыздар. Қымбатты біздің оқырмандарымыз, бүгінгі онлайн танымдық сағаттан сіздер құстар туралы біраз мәлімет алдыңыздар деп ойлаймыз. Келіңіздер, алып оқыңыздар. Назарларыңызға рахмет.